Сайлаухан ағамыздың өмір жолымен танысыра отырайық. Сайлаухан аға 1951 жылы ақпан айының 18 жұлдызында дүниеге келіп, ананың аяғы алақаны мен әкенің саяғы қорлығында тәлім тәрбие алып, мектеп табалдырығын аттап ер жетіп, Шымкент қаласындағы пединституттың математика пәнінің мұғалімі мамандығы бойынша бітіріп шықты. Әдеби бірлестіктің белді мүшесі бола жүріп, көптеген өлеңдер жазған. Барлық ақындардың жандарына жақын тақырыптардың бірі туған жері болатын. Балалық шақтың елесі қалған кең жазира даласында ән салып, бауырында бәйшешек гүл терген, туған жерге деген сағыныш, әрбір поэзия әлеміне қалам тербеген жанды бей-жай қалдырмаса жырларына берсек деген ниеттеміз. Кейінгі ұрпақ ағаның өлеңдерін үлгі тұтап, құрметтей отырып, өз лебіздерін өлең жолдарымен өрнектеген екен. Ендеше кезекті Сайлаухан ағамыздың шәкірттері Нұрлан Жапеков, Ерсұлтан Мұстафаев, ардақты Камат, Ұлбосын Түкібаеваға бергенді жөн көріп отырмыз. Сахна төріне қалам тербеп жүрген ағамыздың бір топ шәкірттерін шақырамыз. Ассалаумалейкум, ағайындар. Сайлаухан аға, бүгінгі кешіңіз құтты болсын. Қандай керемет жансыз. Пейіліңіз қандай кең болса, мінеке кең залда осында кең жүректі халықтың бәрі сіз үшін жиналып отыр. Баршаңызға да мінеке құтты болсын айтамыз. Сәкеңе арнауымыз бар, қабыл алыңыздар. Сайлаухан ағаға келсе де қарттық, жігері оттай жалын дер, кеудесі шүйгім, мәуелі бақтай қалың бер. Сайлаухан ағам назары ауған Алланың қасиетіне қыдыры қонған тәлімгер. Ойында шуақ, бойында қуат, күш жалын, өлеңмен емдеп тағдырдың қилы қыспағын, шумақты жырдың нөсерлі бұлтын селдеткен ақындық жолда бұл сәкең менің ұстазым. Сыйлаймын оны асылдан туған тек тұл деп. Нағыз достықта жететін оған ешкім жоқ. Кескеннен соң ба екпінді елі кімдігін, жырда оттай ұрық боп соғат екпінде. Өзіңе аға, берген ғой алған несібе. Сайлаухан бүгін сайласын деумен шешіле. Ағайын тума, дос жаран құда жегжатың, сіз үшін аға жиналды бәрі кешіңе. Алдыңа қойған баптаумен балын, қаймағын, Фатима сұлу, ол сенің айбын айбарың. Осындай айдай аяулы жарың тұрғанда 90 түгемес, келесің 100-ге найманым. Жалғанның мынау нүктесін қояр ақырға, сол 100-ге жетте бір желпі өмір байрағын. Осылай сәке құрметтеп 100 жас ғасырды той жасап шақыр ауданның бүкіл аймағын. Сол тойымызды да Сайлаухан ағаға арнау. Асқартау ардагерлік баған алған, өлеңге шумақталған небір арман, мәртебеңіз ел үшін асқақтап тұр. Қорғаштап жүрсін сізді аға Аллам. Көңілдің ашып құпиясын қақпасын, шәкірттеріңіз бүгін сізді мақтасын. Сарқытысыз өткендердің нар кеуде, ұрпағыңыз еңбегіңізді сақтасын. Бір дыбыс шықса өзен сағасынан, өлеңмен өріп сәуле бересің сән, ғашықтың жүрегінің естігендей, танисың мың толқынның арасынан. Елдің биік көңілі боп тұрағың, ұрпағыңа мұра болып тұраның. 100 жасаңыз Фатимадай анаммен, Алламыздан соны сізге сұрадым.
от кеуде ақын тұлға дараларым, әр сөзі үлгі болар даналарым. Бұлақ боп өлеңдегі ағып тұрған, аман боп жүріңіздер ағаларым. Рахмет сіздерге. Өмірім толы әнмен жыр, Сайлаухан Жартыбаевқа. Жақсылыққа таяу болса жақын күн, сол күндерден көңіл тапты жақытын. Мен ұғатын сезім болса жүректе, төрт мезгілі болатын да ақынның. Жырларымен көктеді ол көктемдей, шалқар шабыт алыстарға кеткендей, өлеңіне ғұмыр тілеп жүреді өмір өлең, бір ғасырға жеткендей. Жазда келер, жанға жиып шуағын, мөлдіретіп өлең қайнар бұлағын, жүрегімен дүниені жырлайды ол, асқақ арман аласармай тұратын. Сағынышқа толы болып сары күз, өткен шақты сағынамыз бәріміз, құшақтарға еніп кетсе қимастық, жабырқаулы күй кешеміз бәріміз. Алай дүлей борандатып қыс келер, ақ өлеңдей аппақ дүние түскенер, ақын жанның бір тазарып жүрегі, о ғажайып ертегідей түс көрер. Міне осы шын ақынның мезгілі, өлең болып төгілетін сөз мұңы, Сайлауханның төрі тұрар биіктеп, құрметтейік әрқашанда біз мұны. Болсын деймін мәңгілік жаның арай, бар оқырман тек сізді сағынардай. Жасай берсін жырлары Сайлауханның, өмірі толы ән мен жыр дариядай. Рахмет. Сайлаухан ағам, тұлғасы дерсің таудайын, жырлары нәрлі балдайын, сезілместірі бар уайып арайлап атқан таңдайын. Сайлаухан ағам, жаралған жалын жыр оттан, нәр алған мөлдір бұлаттан, таралған нұрлы шуаттан, сүрінбей өткен сынақтан. Сайлаухан ағам, таппаған әннен құр емін, жалғаған күйге жүрегін, жырлаған сұлу сыр елін, тәңірдің сыйы білемін. Сайлаухан ағам, ғасырдың мынау жалғасы, асылдың сонау арнасы, көрінер содан тау басы, төгілер астық қамбасы. Сайлаухан ағам, ұғынған қанша жан сырын, жырлары тұнық бал шырын, аңсатқан жанға таң шығын, айтылмай қоймас ән жырым. Сайлаухан ағам, назыңмен қандай кең едің, сазыңмен сондай тең едің, желкенін ұстап кеменің, ізіңмен мен де келемін. Сайлаухан ағам, Сайлаухан ағам. Арда ағайын, поэзияны сүйетін жүректеріңізден айналамыз. Бүгінгі күн мінекей біздің Түркі әлемі жазушылар одағының мүшесі Сайлаухан ағамыздың үлкен кешіне қош келіпсіздер. Құрметті Әлібек аға, қасиетті Жаңақорған топырағына сіз де қош келіпсіз. Алла разы болсын сізден. Құрметті аға, деніңіз сау болсын. Апамызбен немере шөберелеріңіздің қызығын көріп, шапқылап, поэзия әлемінде самғап жүре беріңіз дегім келеді. Өмірдің соқпағына сүрінбеген, тағдырдың сынағына бүгілмеген, қасқая қарсы жүзген құлаш сермеп, шексіз, шетсіз теңізге ғылым деген. Білімнің бастау алған тұнығынан, сөзі мір, өлеңі от, жыры думан, құрметті азаматы ел жұртының айналдым елім деген ұлы құлдан. Сүйретіп өнер деген өркемені, желкенін өлеңіңнің желкереді, математик әрақын сегіз қырлы, парасатты, пайымды сөз шебері. Түрленген бұл заманда алмағайып, ардагер ұстаз деген жанға лайық, ел сүйсінген Сайлаухан ағамызға қалайық құрметпенен қол соғайық.
біздің осы артынан ерген ізбасарлары, шәкірттері тұрағаның кішкентай сый-сияпатымыз бар. Соны иығына жабуға рұқсат етіңіздер. Бәрекелді, қошемет болсын. Жатқан ауданымыздың болашағынан үлкен үміт күттіретін қаламдас, іні қарындастары мінекей. Мереке құтты болсын, қошемет деп отырыңыздар. Қошемет деп отырыңыздар. Мектеп ұжымының атынан Нарымбет ағай бастаған арнайы шапан жабамыз. Алдарыңызда шәкірттер, керемет шәкірттер тұр. Қазақстанға белгілі әлем халықтары жазушылар одағының, Түркі әлем халықтары жазушылар одағының мүшелері тұр. Ардақ Камақ деген керемет ағырқыздарыңыз тұр. Ардақ Камаққа бір қол шапалықтап қойайық. Мен өзім балғызым болатын бетіне сүйейін десем, молданың жан қалай болайын? Бет болар, Нұрлан қасын тұрайын. Olma? Vay rahmet. Бәрекелді, қашанда сіздің осындай елдің алдында, көптің алдында сөз бастап жүргендігіңіз бізге үлкен қуаныш, үлкен жетістік білеміз. Алла сізге ғұмыр берсін. Сайлаухан Жартыбаев, қошемет оқпаңыздар қанекей. Нұрбаула Тастаевтың әні жұлдыздың болшы. Орындайтын Нұрбаула Тастаев. Қошемет деп отырыңыздар. Ақын аға, Сайлаухан аға құтты болсын шығармашылық кешіңіз. Мынау 1965-те сәке? 65-66 жылдар шыққан ән, балалық шақта шыққан ән еді. Енді ол Сайлаухан аға біздің алдымызда бір класс бұрын оқыды. Біз мектеп интернатта марқұм Әшірбековтің тәрбиесін көрдік. Сол кезде мектепте музыка пәнінің мұғалімі Насқан Жаманбаев ағайымыз болды. Соның домбыра үйірмесіне қатыстық. Сол кезде Сәкең де қатысты. Сол кезде шыққан әндер еді балалық кезде. Кейіннен мен оны ұмытып кетіппін. Кейіннен ол жаңғырғанда кездескенде Сәкең есімізге салып, осыны бір жарыққа шығаршы деп. Рахмет Сәкең. Жұлдызым болшы. Жылдағы көктен гүлдерін ашып жұлпар иіс төккен жұлдызым болшы бір ғана маған қарайтын күліп жадырап көктен жұлдызым болшы бір ғана маған қарайтын күліп жадырап көктен жеткіген жетім арманға дедің қасыңда жүріп алданған бедің жұлдызым болшы бір ғана маған шамшырағымда арманда дедің жұлдызым болшы бір ғана маған шамшырағымда арманда дедің Ümittin nerede
қанда таңым болмашы сенде алдаушы сағым жұлдызым болшы бір ғана маған жарқырап қонып маңдайға бағым жұлдызым болшы бір ғана маған жарқырап қонып маңдайға бағым бал махаббатым елікті еркек кетпесін мені сезіммен бүркеп жұлдызым болшы бір ғана маған бақыт жолымда тұратын сілтеп жұлдызым болшы бір ғана маған бақыт жолымда тұратын сілтеп жұлдызым болшы бір ғана маған. Қошеметтеп отырыңыздар. Осы орындауда Нұрберген Тастаевтың әні «Жамалың қандай қарағым» орындайтын Нұрбаулы Тастаев. Қошеметтеп отырыңыздар. Ауыспа жақын болғанын қайдым барамын асыл оймен өзіңе жетіп барамын нұрыңнан алып жаныма шуақ сыйлаған жанарың қандай жамалың қандай қарағым нұрыңнан алып жаныма шуақ сыйлаған жанарың қандай жамалың қандай қарағым келгені аппақ өзіңсің арман қиялда өркенер өрет өзгеге қалай қиярмын сыйлаған жанға сезімнің жолын сонағым жанарың қандай жамалың қандай қарағым сыйлаған жанға сезімнің жолын сонағым жанарың қандай жамалың қандай Ермені көшіп жүргеннен омырғым тасқыны келді кеудеге жаңа ән жырым көңілдің жаққан аздатып тойға шырағым жанарың қандай жамалың қандай қарағым көңілдің жаққан аздатып жамалың қандай қарағым жамалың қандай жамалың қандай жамалың қандай қарағым. Құрметті ән сүйер, өлең сүйер қауым, бүгін күз айында әрбір жанның көңілі, жүрегі сағынышқа толы сәттердің бірі. Өткені Сайлаухандай ағамыз қайбір туындысын жазса да, қайбір өлеңін дүниеге әкелсе де, тек қана нәзік жүрегінің түпкірінен ой қозғайтын
тереңінен сезім қозғайтын сондай ақындардың бірі. Осы бүгінгі ағамыздың үлкен ұлы тойына өнердегі інісі, бауыры, ізбасары, Жаңақорған аудандық қоғамдық даму бөлімінің басшысы Төлегенов Әбілғазы Берденұлы келіп отырген. Аға, өзіңізге арнайлап құттықтау сөз кезегін ұсынамыз. Сахна төріне келіңіз. Қошемет сіздерден болсын. Ассалаумағалейкум, телефон аға, құрметті жиналған әлеумет. Ақынға қара сөзден өлең оңай деген кешегі Құлан Құтбайдың, Манал ақын мен Нұрбергендің ізін жалғаған інілеріңізді көріп мына жерде арнауын айтып жатқанға алып қосарымыз жоқ. Алла қуат берсін, ойларыңызға, қаламдарыңызға ұшталып, шығармашылықтарыңыз өркендей берсін деген тілегімізді білдіргіміз келеді. Біріншіден кешірім өтінемін, жаңа осы шараны ұйымдастырып бас-қасында жүрген мына Әлекеңе арнайы рахмет айтқым келеді. Қоғамдық ұйым деген бар елде. Қоғамдық ұйымның белсенділігі деген бар. Қоғамдық ұйымды ашып қойып белсенді емес дегені бар. Сол мына қоғамдық ұйымды ашып, аудан ардагерлерінің, ұстаздардың, ардагерлерінің қоғамдық ұйымына белсенділік жасап өткізіп жатқан шарасына бірде қатыссақ, бірде қатыспай қалып жатамыз. Әлеке, сізге де мына жасап жатқан игі ісіңізге табыс тілейміз. Қашанда біз аудан әкімдігі қоғаммен бірге болғандықтан осындай шараларыңызға қолдауға, аудан әкіматына құттықтау беруге мүмкіндігінше барлық жағдай жасауға мүмкіндігіміз бар. Сондықтан Әлеке, ісіңізге табыс. Осы жасап жатқан, ұйытқып жатқан Әлекеңе рахметімді айтқым келіп жатқаны. Мына шараны айта кетуіміз керек. Билеміз жаңа күздің кезі ауданда үлкен мерейлі шаралар өткелі жатыр. 95 жылдық мерекелік шара өтеді. Мына біз қоғамда өтетін дүниелерді өз бөлеміз. Республикалық, облыстық, аудандық маңызы бар шаралар деп. Алла бұйыртса ертең 6 күні республикалық маңызы бар Исатай Әбдікариевтің 100 жылдығын атап өткенде тұр ғылыми танымдық конференция өтеді. Туған елі өзінің мәңгілік мекен еткен Қожеген тауында асы беріледі. Көкпар шаптырылады. Ол жерде де осындай ақындардың мүшәйрасы өтейін деп жатыр. Мына ақындар әлде қатыспаған болсаңыздар, сол мүшәйраға қатысыңыздар. Қазір 9-10 ақыннан мүшәйраның, жазба ақындардың мүшәйрасынан келіп, тапсырыс келіп түсіп тұр. Ертең соның қорытындысы шығарылатын болады. Сол күні сол шарада. Одан кейінгі шарамыз ертең Гүлбаршын ананың кесенесі ашылайын деп жатыр. Білесіздер, мына Батыс Өкірі Батыс Қытай жолында үлкен кесене бар Жанарай комплексінің қасында. Сол жаңадан жаңғыртылды. Алла бұйыртса ертең 6 күні түстен обедтің кезінде ол ашылайын деп жатыр. Ар жағында 10 күні Адырбек Сопыбековтың биылғы 80 жылдығына болмаса ана бюсті қойылып марапатталып жатыр. Ол кісінің де шарасы республикалық деңгейде өтейін жатыр. Осындай үлкен оның шаралар бар. Айтайын деген Сайлауханаға Алла өмір беріп жатса, сондай бір облыстық, республикалық деңгейде шараларыңыз өтуге нәсіп етсін деген келеді. Аман болыңыздар, уақыттарыңызды алмай-ақ қояйық. Келген азаматтарға, шығармашылығыңызға, тәрбиелеген шәкірттеріңізге тек сәттілік тілеймін. Отбасыңызбен бірге елімізге рухани азығын сыйлап жүре беріңіз. Аман болайық. Бәрекелді, қошеметтер болыңыздар. Сақтан егіз мәңгі бірге өмір сүріп келеді. Мәселе соны кімнің қалай жүрекке жеткізе білуінде. Кезекті ағамыздың сөзінде жазылған жүрек тебірентер әндерге бергенде жөн көріп отырмыз. Жаңақорған ауданының құрметті азаматы, Жаңақорған аудандық қазақ тілі қоғамдық ұйымының төрағасы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, қазіргі күнде қазақ әндерін осы сіздер секілді елдің алдында айтып насихаттап жүрген Сайлаухан ағамыздың бауыры, інісі Изатулла Нәрзілдаев ағамызды сахна төріне шақырамыз. Қошемет болсын. Құрметті ағайындар, шындығында да біз Сәкен екеуміз көп араластық, көп жүрдік. Шындығында да Сәкен біздің аудандық қазақ тілі қоғамының бақылау комитетінің төрағасы, оң ағасы, жол ағасы. Сондықтан Сәкен мереке құтты болсын, ден сау болсын. Әрқашан осы келіп көріп жүрміз ғой, бірақ осы бүгінгідей жиналып отқан көрерменді көрген жоқпыз. Сондықтан қуаныш құтты болсын. Сіздің сөзіңізге арналған махаббат би деген әнді орындағым келеді. Құрметті ағайындар, енді мынау қарттық демеңіздер, жастықтың есебінен кетсеңдер.
өзің ғана жазып бер жүрегімнің ендомын. Той тойлайық сүйгенде ғашықтықтың күйінде, алқып жалпы билейік махаббаттың биінде. Той тойлайық сүйгенде ғашықтықтың күйінде, алқып жалпы билейік махаббаттың биінде. Жүрегімде көктейсің, көңілімнен кетпейсің, өзің сүйген жүректі жұлып алып ілеспейсің. Сені таппай қаламға маған берші тамаша, өзіңдей жан бұл жерде бола берсін оңаша. Біз ойлайық сүйісті ғашықтықтың күйіне, алып жалға билейік махаббаттың биінде. Той тойлайық сүйісті ғашықтықтың күйіне, алып жалға билейік махаббаттың биінде. Ойлаңыздар, 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 билеңіздер. Айдерім, сенің жасыл көйлегің, сендей жанды өмірде іздеп қайдан табамын. Жаның болса осындай, сәкеге жүр қосылай, махаббаттың биіне ән айтайық осылай. Той тойлайық сүйсе ғашықтықтың күйіне, алып жалға билейік